Ал қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бұл біздің алғашқы YouTube каналына арналған видеомыз. Жалпы біз кімбіз? Біз жас отбасы Қазақстаннан Малайзияға көшіп келіп, осы жақтың кереметтерін зерттеп жүрген жалпы жас отбасымыз. Ал енді бүгін сіздерге көп туристер біле бермейтін, көп қазақтар біле бермейтін бір ерекше бір локацияға бара жатырмыз. Локация жөнінде кішігірім сіз айтып өтсеңіз. Жоқ, оны видеоның соңында айтамыз ғой. Ал қайырлы күн. Мына бізде Куала-Лумпурда штраф жоқ. Мына жолдың бәрі ақылы. Бізде не жоқ қой? Ақша бар екен. Ақша бар екен. Арнайы Точингоның осындай картасы бар. Жолға арналған. Только жол ақысын төлейсіз. Бұны или магазиндерде кәдімгідей бұрында бізге чек береді ғой, иін салған кезде тура солай пополнение жасауға болады. Және де кәдімгідей Точингоның программасы бар. Ол кәдімгідей вторичный банк бұяқта ше. Басқа кәдімгі нон паспортпен ала бересіздер. Сол паспортпен толтыруға болады. Малайзияның бір ерекшелігі бұл жақта мүлдем жаңағыдай штрафтар, жаңағыдай камералар, ондай нәрсе мүлдем жоқ. Бұл жақта единственный штраф ол машинаңды дұрыс емес жерге парковать еткен кезде ғана штраф қойылады. Онда да сенің артық мазаңды алмайды ешкім. Тек қана лобовойыңа просто сол штрафтың қағазын қыстырып кетеді. Болды. Бұл жақта ондай қатаң заң жоқ болғанымен, бірақ өздеріңіз көріп тұрғандағыдай ешкім ешқайда асығыс емес, ешкім бір-бірін асықтырмайды. Яғни қанша жерден бұл жерде заң болмағанымен, бірақ тәртіпті өте қатты ұстанатын ел екен. Адамдардың өздерінде сондай уважение бар, бір-біріне деген ереже бұзбайды, бір-бірін қыспайды, сұрасаң береді. Бұлай ғой, бізде қалай аваринг жақпаса артынан қуып жетіп алып, сұратады ғой, кешірімше. Ондай нәрсе жоқ, бұяқта сұрайсың, береді. Асықсып тұрған адамға жол бересің. Және де бұяқта жолдар кең, көріп тұрсыз ғой. Былай айтқан кезде біреуге мешет ететіндей емес, жолды кедергі жасалмайды. Жолдар өте кең, соған сай, ақшасы да енді нормально. Жол ақысы штраф жоқ. Ең маңыздысы штраф жоқ. Сен білесің да, қандай расходта жүргеніңді. Ана неожиданно Каспийге штраф кеп тұрмайды да бір күні. 80 мың, 30 мың деп ше. Нормальный, штрафтың орнына жол ақылы. Это нормально. Маған осы ұнайды. Бізге апаратын тема осы Қазақстанға. Ең плюс нәрселердің бірі Малайзиядағы. Енді айта кетейік, қазір біз тұрып жатқан үйімізден баратын локациямызға дейін 52 километр. 52 километр ровно 1 сағат көрсетіп тұр мына. Бұяқта Google Maps, одан кейін Waze деген екі программа бар, карта. Негізі Google Maps бізде удобны болғаннан кейін, негізі келген кезде өздеріңіз арендовать етіп машина алсаңыздар, Google Mapspен жүрген удобно. Бірақ Малайзияның тек жақсы жағы емес, сонымен қатар бір носы да бар, именно жол ережесіне байланысты. Бұл жақта мотоцикл айдайтындарға заң жоқ. Яғни мотоцикл сенің машинаңды сырып кетсе де, мотоцикл сенің машинаңды қағып кетсе де, оларға ешқандай бір заң қарастырылмаған. Сол носы бар. Сол үшін Малайзияға келіп машина арендовать етіп алған кезде мүмкіндігінше жаңағыдай мотоцикл айдайтындардан кішкене дисциплина ұстап алшақтау болған дұрысырақ. Оның несі бар, плюсы бар. Мен оны жауып кетейін. Оны плюс деп санамаймын мен. Өйткені бұяқта страховка сенің төлеген ақшаңа байланысты 80%, 70%, 100% кейін ақшаны восстановить етіп береді машинаның расходын. Қалай айтсам болады, бізде каско бар, и әшейін для показуха страховка бар біздің Қазақстанда. Бұяқта ондай нәрсе жоқ. Бұяқта бәрі каско. Каско ең қымбаты, машинаңның суммасынан 10% төлейсің. Ол 100% саған машинаңды восстановить етіп береді. Машинаң жарамай қала ма, 100% машинаның орнына машинаны алып кетеді, ақшасын қойып береді, нарықтағы бағаны қойып береді. Одан кейін кішігірім ДТП болса, сенің расходыңды полный өтіп береді. Бұяқтың жақсы сол. Содан кейін де мотоциклдар соғады да кете береді, страховкаңа звонда дейді бұл. В общем, ол жерде шүйлесіп тұрмайсың бірімен. Ұрыспайды ешкім бүйтіп бір-бірімен ұрысып, көшеде анандай бір-біріне бір ауыр сөз айтып жатқан, немесе бір қатты ерегіс ұрыс нәрсені көрмейсің. И аварияны өте сирек бұл жақта. Біздің келгенімізге 8 айдың шамасы болды,
бірақ мен лично өзім бір ғана авария көрдім. Оның өзін қазақтар істеді десе. Оның өзін біздің қазақ туристер жасады. Басқа ондай авария бір нәрсені көрген жоқпын, шыны керек. Бұл жақта ЖК-лар, тұрғын үйлер деп айтайын қазақша. Тұрғын үйлер осындай болады. Төменгі 8 этаждан 10 этажға дейін паркинг, одан кейін 6 этаж или соңғы этаж, ол терраса этажы болады. Ол жерде бассейн, спорт зал, молочный цвет үйді ма? Айтамыз оны. Сол үйді қарсаңыз, серый цветті үйді. Сол этажда игровой, бильярдный, теннисный клуб, бәрі, бүкіл нәрсе сізге условия болады. Шоппинг центр, магазин, супермаркет, бәрі сол жерде болады, сол этажда. Одан кейін соңғы этажда, қараңыздар, серыйдің ең жоғарғы этажында кәдімгідей парк бар. Барбекюный зона, кешке отырып демалатын семейный кәдімгі орындықтар болады жоғарыда. Тал екіп қойған парк есебінде. Ол бүкіл ЖК-ларда бар. Мына, ол ЖК-лар, былай айтқан кезде бізде ең кемі 50-60 этаж, 40 этажды үйлер бияқта бәрі. Новыйдан түсетін үйлер бәрі. Енді маған сол ұнайды. Біздің Қазақстанға апаратын плюстің бірі осы. Бізде мысалы үшін Алматы, Шымкент, Астанада түнде 2-де келсең, 12-де келсең болды ғой. Орын таппай жүресің паркингте. Бұндай бияқта ондай нәрсе жоқ. Ондай көшеге машина тастап кетсең, штраф. Бұл жақта арнайы әр квартираға 2 паркингтан беріледі. Сол үшін кіргізіп орныңа қой керексің машинаны. Если түнде далаға тастап кететін болсаң, азанда обязательно штрафпен тұрады ғой машинаң. Shell деген заправкаға келдік. Бұл жақта заправкалар осындай. Shell компания. Қалай айтсақ болады. Британдық кезінде британдардың қолының астында болған елдің бәрінде бар. Атақты елдердің бәрінде. Бұяқтың бензиннің бағасы 2,05 рингит. Ол біздің ақшамен бір 250-ге шағылады. 2,5 рингит, ол біздің теңгемен 2,5 емес, 2,5. 2,5 рингит, оны сіздер 118-120-ға көбейтесіздер, сол кезде біздің теңгемен шығады. Ол жақтың 1 рингиті біздің 120 теңге, 118-120 теңге. Мен түрім енді сәл қытайлау, бәрі қытай деп сөйлейді маған. Айтпақшы, бұл жақта 3 ұлт бар, ең көп. Қытай, Малай, индустар. Сол мен түрім китайцы болғаннан кейін бәрі қытайшы сөйлейді маған. Мына. No? Ne istemейді дейді. 95 жоқ дейді. Окей. Жаңа ғана колонка істемей тұр екен, 95 жоқ екен, енді яқтан құямыз. Міне, Малайзияда осылай дамыған. Сыртта картамен төлей берсеңіздер ол, виза картамен. Осыны басамыз. Керекті сумманы жазамыз. Мысалы үшін бізге примерно 50 рингитке 5 теңге құямыз. Окей дейсіз. Картаны қоямыз. Көреміз қазір нерге өзі. Ойланып жатыр. О, болды. Ақша өтті. Міне бізде 92 и 95-тері. Одан кейін пистолет алып, ары қарай өзі біздегідей ғой. И бұяқтың условиясы мықты енді, заправкаде. Намазханалар бар, туалеттер. Одан кейін мусорка,
терезе жуатын жерде умывальник прямо осы колонканың жанында бәрі бар. Қазір оның бәрін сіздерге видеоға түсіріп қосып қоямын. Сотканы жібердім, өзі аралап келді. Міне қазір міне осындай туалеттері бар. Женский, мужской, ойбай, женский, мужской. Яқта женский намазхана, мужской намазхана. Ал құрметті көрермендер, біз ровно 1 сағат 10 минут жол жүріп келдік. Қазір осы жерге үйден, біздің үйімізден 52 километр шықты. Локацияның аты Куала Селангор парк Светличи. Ол өздері клип деп айтады екен. Жүріңіздер. Парк Светличиге билет алайық, жүріңіздер. Қанша болады бәрін айтатын боламыз сіздерге. 45 минут аралатады деп естідік, бірақ әлі көрген жоқпыз. Давайте бірге көреміз қазір. Мына жерде кассасы бар екен. Негізі адам көп деп айтады бұл жерде. Жоқ, бүгін нормально. Бірақ бүгін жұта адам жоқ. Біздің бағымызға орай, сағат 8 енді болды. Бұл жаққа тек түнде келген жақсы. Сағат 4:30-дан 22:30-ға дейін ашық бұл локация. Бірақ кешке келу керек екен, себебі светличке енді олар жанатын болған екен, қараңғы түскенде әдемірек көрінетін шығар. 7:30-да ашылады екен. Hello. Open? How many people of you? 4. Foreigner? One children. Children free? How old children? Children 3 years. Yes, okay. Foreigner? Бізде наличка ақша алып келмеген болатынбыз. Негізі барлық жерде точинго бар ғой. Соған сеніп біз келмедік. Ал кассада бізді тек наличка деді. Енді қазір мына жақтан онлайн билет алып көреміз, кеңіздер. Прайсты қараңыздар. Негізі прайсы бір адамға 60 рингиттен деп жазылып тұр. Біз 4 адам болған екен, бір қайғы ала саламыз. Ол бізге 100 рингит болады. 4 адамға 4 прайс. 4 адамға дейін рұқсат. Бастан істейміз. Бүгін 9 апрель. Non паспорт дейсі. Біз туристпіз. Өздеріне арзандау жүреді прайс. Бұл жақта, кстати, бір нәрсесі бар. Кез келген зоопарк болсын, яхта болсын, барлық нәрсе болсын. Жаңағындай, любой жерде өздерінің адамдарына кішкене арзанырақ болады, ал туристерге қымбат жүреді. Алды. Міне алынды 100 рингит. Қазір бізге билет шығарып береді. 4 адамға бір билет екен. Билет осы. One board. Ал жүріңіздер бізбен бірге тамашалаңыздар. Мына жақ тып-тыныш, прям тек қана азанның, мешіттің ғана дауысы шығып тұр. Одан кейін шегірткелердің дауысы шығады. Прям андай қаланың суетасынан демалуға келуге жақсы жер сияқты, себебі кәдімгідей тыныш, машина, онда еш нәрсенің дауысы мүлдем естілмейді екен. Осындай алдына алаң істеп қойып, одан кейін қалай түсінсем екен, мына походу кофейнялар ғой деймін. Зал ожидания ма, сондай бір нәрсе. Қазір жабық тұр. Енді, если күндіз келіп жатсаңыздар, бұл жақта градус 30-35 болғаннан кейін, мына жер тем более судың жағасы қапырықтау болады. Сол кезде мынау кондиционердің ішінде зал ожидания деп түсіндім мен мына жерде. Мынау жабық тұр. Ол ретте кидің ғой? Міне осылай киеді екен. Жекет береді мұны. Міне бар өзі. Керек балам. Кию керек. Қайыққа мінгізбей ғой болмаса. Осылай жекет береді екен.
былай паромға отыратын жер әдемі жасап қойған мына жерде күшті істеп қойыпты, енді дальше көреміз қалай болатынын деп. Прям өте лас екен. Енді ар жағын көреміз, қалай болатынын. Біз парк светлячкеге келдік, билет алдық, ішке кірдік, бәрін сіздермен бөлісіп отырып. Енді бұл жердің тарихын сіздерге айтып жіберейік қысқаша. Оны Диана сіздерге толық түсіндіріп береді. 1970 жылдары бұл жерде жалпы бір предприниматель келген кезде светлячкеларды көреді, яғни аралары ғой жаңағыдай арты жанатын әдемі сұлулықты көреді. Сол кезде олар осы Куала-Лумпурдың жоғарғы осы Селангор деген жердегі басшылыққа ұсынады. Давайте осы жерді туристический жер қылайық деген сияқты. Сонымен оны басшылық бірден қабылдап, сразу бұл жерді экскурсиялық жер, яғни туристерге арнайлап, әдемелеп жасап қойды. Міне содан бері бұл жақта туристер үзілген емес. Ал күндізгі уақытта бұл жақта вообще андай очередь болады, кезек болады екен. Яғни Куала-Селангор деген ауылдағы паркты 1970 жылдан бері осы жерде туристік локация деп түнгі локация деп бекіткен. Адамдар өте сезонда өте көп келеді. Пока енді бүгін адам көп емес. Мына жақта бізге уже қайық дайындап күтіп тұр. Қайықтары бір енді шынына келген кезде қайықтары қорқыныштау. Ана ауылдың қайығы. Жерді мен басқаша елестеткен болатынмын негізі. Бірақ менде уже қорқыныш болып тұр қазірше. Қайықтың өзі прям кішкентай ғана игрушечный қайық сияқты, оның үстінде дәу болып біз отырмыз. Бір жаққа қарай қисайса болды, құлап кететін сияқтысың. Жоқ, біз жалғыз емес, жаңағы 6 турист келді артымыздан, евротуристер. Олар әлі Тайжетханада артымыздан келе жатыр. Жалпы негізі бұл жақта туристік жерлерде көбінде европейстер мен орыстар жүреді. Біздің қазақтар негізі өте аздау кішкене бұл жақта. Жалпы басқа мемлекеттерде туристік жерлерде, Дубай, Турция деген сияқты туристік жерлерде қазақтар өте көп болса, бұл жақта жаңағындай Қазақстанға былай айтқан кезде әлі Куала-Лумпурды әлі таныстыра алмай жатыр халық. Дұрыс жеткізе алмай жатыр. Жеткізу мақсатында Куала-Лумпурдан YouTube канал ашып, бастап жатыр енді, Құдай қаласа. Сіздерге қызық болса, лайк басып, бізге тіркеліп алыңыздар. Біз бұл алғашқы видеомыз, бірақ біз сіздермен алдағы уақыттарда барлық Куала-Лумпурдың әлі ешкім барып көрмеген ең тарихи жерлеріне алып баратын боламыз. Ендеше кеттік. Бүгін светлячкелер өте аз сияқты анау. Бұл өмірде бар екен. Өмірде бар екен, балам. Фонарик жақпайды, шағып алады дейді балам. Қашып кетті ғой. Күндіз жанбайды, көрдіңдер ма? Фонарик жақсан қарап қойып та жанбайды дейді. Мен енді менің ойымша, походу ара сақтану үшін ба, жағат бұйырған күнде. Жауларынан да, басқа нәрсе.
Қараңыздар, негізі біз Instagram'dan, әлеуметтік желіден басқаша елестеткенбіз. Негізі жарық болып жанады деген. Қараңыздар, бірақ видео алып жатыр. Бірақ көзге бұдан сәл әдемірек көрінеді. Живой бәрібір әдемі. Иә, живой әдемі. Камера бұны ала алмайды екен, өкінішке орай. Керемет, Алланың құдіреті. Я шынымен қалай жәндіктің арқасында свет жанады. Кәдімгі бал арасы сияқты сарыға. Бірақ кәдімгі құйрықтары жанады. Міне қараңыздар, жаны өшіп тұр. Енді өте көп емес. Не сезонда келдік па, то ли аз ба уақыты. Міне қараңыздар, қазір мен шамасы 5 метр жерден алып тұрмын талдарды. Көріне ме сіздерге? Өте майда жарықтар. Талдан бір 5 метр жерде түсіріп жатырмын. Негізі майда жарықтар көп, камера алмай жатыр. Қалай еді сіздің ойыңыз? Негізі мен ожидала басқа нәрсені, потому что интернетте, әлеуметтік желілерде, Google'дан біз көргеніміз мүлдем басқа еді. Бұлай көзбен көрсең стоит жер, әдемі жер, необычный, ерекше, былайша айтқанда Құдайдың құдіретін тағы да бір көз жеткізесің да, ал бұлай камерамен оны жеткізу мүмкін емес екен. Сіздерге айтар ақылымыз, Куала-Лумпур, Малайзия еліне келіп жатсаңыздар, бір келіп кететін локация. Немен көріністер? Бірақ ожидание реальность қалды кішкене. Видеода көргенімізде басқаша кішкене, бірақ Видео аламын. Лучше бір рет келіп өздеріңіз көргендеріңіз дұрыс. Келу құны, в общем, жолға 50 рингит. Енді ол өзіміз машинамен. Кіру құны 100 рингит. 4 адамға 100 рингит. Сонда адам басы шыққанда 25 рингиттен шығады адам басына. қалай жас? Общий расход, примерно бір 5 теңгеден адам басы болады ғой. Бірақ бір рет